СССР және де қазіргі Ресей монеталарының бағаларын қалай білеміз? Ол үшін біз Play Market'тен поискқа монеты России и СССР деп тереміз. Поиск жасағасын шыққан тізімнен монеты России СССР программасын ашып, жазып өзімізге орнатып аламыз. Программаның өзін көрейік. Мінекей бұл программада 1921 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі монеталар берілген. Енді мысалға бір монетаны ашып көрейік. 1991 жылғы монеталар тізімі. Мінекей мұнда бір мән беретін жағдай. 20 копеек тұр, екеуі де 91 жылға. Даже үшеу тұр міне. 3 монета тұр, үшеу де 20 копеек 1991 жылға. Екеуі 5 рубль тұрады, 25 рубль тұрады. Бұларды қалай ажыратамыз? Қайсы 25 рубль тұрады, қайсы 5, қайсы 5 рубль тұратын. Ол үшін мына берілгендей міне L деп тұр, M деп тұр, без M-да деп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл монетный дворды білдіреді. L деген Ленинградский монетный двор, M деген Московский монетный двор, без M деген без монетного двора деген сөз. Ал енді бұл M, L солар қай жағына жазылып тұрады? Оны қалай білеміз? Мысалға монетаны ашсақ, артқы жағында міне СССР дегеннің R-дің жоғары жағында M деп тұр. Бұл бағанағы Московский монетный двор деген сөз. Бұныңыз 5 рубль тұрады. Мынау дәл солай. R-дің жоғары жағында L деп берілген. Бұл Ленинградский. Бұл да 5 рубль тұрады. Ал егер бағанада СССР деген R-дің жоғары жағында ешқандай белгі жоқ болса, бұл сол 25 000 рубль тұратын монета. Бірақ енді сипаттамасына да мән беріп, копия мен оригиналды ажыратуға болады. Ол қалай? Мысалға қандай металл екені, салмағы, диаметр арқылы, қалыңдығы және де басқа сипаттамасына байланысты. Енді бұл жақта тағы бір мән беретін жағдай, міне юбилейный монета СССР деп тұр. Осыған кірсек, міне мысалға великие люди. Мына жақта Лениннің басы тұрған монета 30 рубль тұрады. Осыдан көбісі шатасып жатады. Ал пруфқа кірсек, уже пруфқа жататын бағанағы Лениннің басы бар монета 30 000 рубль тұрады. Осы сияқты юбилейный монеталар көп, мысалға мыналар. Бұлардың осындай пруфтар қымбат тұрады, пруф дегендер. Ал егер жай болса, жай осындай тиын тебендер тұрады. 30 рубль, 150 рубль, 300 рубль. Сол сияқты осыдан шатасып қалмаңыздар.